Сәлеметсіздер ме? Мен Ургунчинова Арда Ақмұратқызы 1996-98 жылдары Жамбыл атындағы мектеп гимназиясының Қанипа Омарғалиқызының авторлық сыныбының түлегімін. Барлығымыз білетіндей, Қанипа Омарғалиқызы Қазақстанға танымал ұстаз, академик, Шығыс Қазақстанның киелі топырағынан шыққан педагогика ғылымдарының жарық жұлдызы. Ол кісі өзінің қайтпас қайсар, қажырлы мінезімен, еңбекқорлығымен біздің жадымызда сақталды. Ол Ұлы Абайдың, Мұхтар Әуезовтің, тағы да басқа қазақтың ақын жазушыларының аруақтарын пір тұтқан, олардың еңбектерін қаз қалпында оқушылардың санасына жеткізуде, қазақ тілі мен әдебиеті әдістемесін жасауда алдына жан салмай еңбек еткен ұлы тұлға. Осы қажырлы еңбегінің арқасында ол тек Қазақстанда ғана емес, бір қатар шетелдерде танымал болды. Осындай аңыз адамның шәкірті болу бақыты маған да бұйырыпты. Осындай тәңірдің, тағдырдың сыйлығына мен ризамын. Бүгінде осы Қанипа Омарғалиқызының авторлық сыныбын бітірген басқа да сыныптастармен бірге Қанипа апайдан алған білімімізді ары қарай жалғастырып, жаңа ұрпаққа жеткізудеміз. Қанипа Омарғалиқызы үнемі бізге өз білімін берген кезде еңбектенуді талап етіп отыратын. Сабақ түсіндіргенде оқулықтағыны өздеріңде оқып аласыңдар деп бізге қосымша материал беру арқылы түсіндіретін. Әрбір жазушының, ақынның өмірбаянымен, шығармашылығымен таныстырған кезде ол кісі бізді бір сол кезге жетектеп алып кетіп, сол кездің өмірін өз көзімізбен көрсеткендей болатын. Ол кісі сабақ түсіндіргенде өзі де басқа бір әлемде жүргендей болатын. Тек қана талап қою арқылы, еңбектену арқылы сендер өмірде көп жетістікке жетесіңдер деп үнемі айтып отыратын. Қазақтың балалары-ай деп маңдайымыздан сипап жүретін үнемі. Ол кісінің қамқорлығын біз үнемі сезініп отыратынбыз. Абайды оқымаған қазақ емес деп үнемі бізге айтып, Абай жолын оқытуда аса бір махаббатпен, осы шығармаларды аса бір толқыныспен оқуды бізге үйретті. Ол кісінің қолдап қоршауын біз мектеп табалдырығын аяқтап бітіргеннен кейін университетке түскен кезде де Қанипа апайдың авторлық сыныбын бітірдік деген кезде университет мұғалімдері бізге аса бір дәріптеумен қарайтын. Біз оқу бітіріп диплом қорғар кезде де ол кісі өзі келіп, өзі біздің жауабымызды тыңдап, бізге бір риза болып қайтқан. Осындай ол кісі өзі өмірге бір ой көзбен қарап, адамгершілігі парасаттылықпен ұласып жатқан бір аңыз адам болатын. Өмірде қаншама қиыншылықтар көрсе де мойымай, барлығын жеңіп шығып, өзінің қайсарлығын көрсете білді. Және де бізге үнемі мықты болыңдар, өмірдің ешқандай қиыншылығына мойымаңдар деп үйретіп отыратын. Осындай аңыз адамның шәкірті болғанына мен өте ризамын, Аллаға ризамын.
көзі тірі болса, биылғы ұлы Абайдың 175 жылдығын тойлаудың бел ортасында өзі жүріп, тағы да бір жұлдызы жарқырар еді. Мен өз атымнан осы Қанипа апайдың атын, оның авторлық сыныбының отын өшірмей еңбектеніп, ол кісінің атын әлі де келешек ұрпаққа танытып, ол кісінің мерейтойын тойлатып отырған ұстаздарға алғысымды білдіргім келеді. Қанипа Омарғалиқызының 75 жылдығы барлығымызға құтты болсын дегім келеді.